Қайырлы күн әріптестер, бүгінгі біздің конференциямызға қош келдіңіздер. Бұл республикалық көлемде өтті жаратылыстану және қоғамдық гуманитарлық бағыттардың тоғысуы деген тақырыпта 177-ші мектеп гимназияның ұстаздары сіздермен бүгін өздерінің бағдарламасын бөлісетін болады, таныстыратын болады. Элективті курстардың ғылыми және әдістемелік тұрғыдан негізделіп, кәсіби деңгейді қорғау дағдыларын дамыту, педагогикалық тәжірибе алмасу және білім беру үрдісін жетілдіруге ықпал ету деген мақсатта алып отырмыз. Және осы бағытта оқушыларға ғылымдардың әдістері арқылы кешенді түрде түсінуге мүмкіндік беретін пәнаралық көзқарасты қалыптастыру мақсатын алып отырмыз. Енді бірінші мен өзімнің бағдарламамды таныстырып өтейін. Қазақ тарихындағы көтерілістер деген тақырыпта биылғы 2024-25 оқу жылында бағдарлама жазылып, дайындалып шықты, бекітілді. 10-11 сыныптарға арналған бағдарлама, аптасына 1 сағаттық, жалпы жылға 34 сағаттық бағдарлама. Бағдарламаның авторы Тұрсын Тағатұлы және Танакоза Үмітжан Әутжанқызы. Енді ары қарай әріптестер, қазақ тарихындағы көтерілістер элективті курстарының мақсаты, ең бірінші біз осы бағдарламаның мақсатын сіздерге ұсынып отырмыз. Қазақ тарихындағы көтерілістердің алғышарттарын анықтай отырып, көтеріліс жетекшілерінің тарихта алатын орнын бағалау, ұлт-азаттық көтерілістердің тарихи маңызына баға бере отырып, көтерілістің саяси астарына үңілу және оны бағалау мақсат қойып отырмыз. Көтерілістердің тарихы арқылы ұлттық сананы жаңғырта отырып, салдарын саралау, сонымен қатар қазақ тарихындағы көтерілістер элективті курс 10-11 сыныптардың бағдарламасын қамтып отыр. ОБТ-ға дайындық ретінде қосымша бағдарлама. Қазақстан тарихындағы көтерілістер туралы білімін толықтыру, көтерілістер туралы деректермен таныстыру, көтеріліс басшылары туралы мәліметтерді тарихи талдау, айтылым дағдыларын арттыру, қазақ зиялы қауым өкілдерінің көтерілістер жайлы ақпараттарын және түрлі деңгейдегі тапсырмаларды орындауға дағдыландыру, документалды фильмдердегі ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының тарихи тұлғасына баға беру, ұлт-азаттық көтеріліс басшылары туралы кеңестік кезеңдегі тарихи мәліметтерге талдау жасап, объективтілікке үйрету. Бұл бағдарламаның өзектілігі оқу жоспарындағы базалық пәндерде қамтылмаған, айтылмаған мәліметтермен толықтыру мақсатында оқушылар үшін жаңа әрі қажетті материалдар туралы дерек көздерін іздестіру мақсатында таңдалып алынды. Бағдарлама жаңа айтып өткенімдей 10-11 сыныптарға арналған 18-20 ғасырлардың басындағы ұлт-азаттық көтерілістер туралы балалардың базалық білімдерін арттырумен қатар оқушылардың жеке тұлғасын дамыту мен тәрбиелеу мәселесін бірқатар қарастырылған. Тарихи тұлғаларымыздың бойындағы адалдық, отансүйгіштік, мемлекеттік сияқты қасиеттерін оқушылар арасында насихаттап, оларға біздің осы уақытқа дейінгі біздің зиялы қауымдарымыздың, батырларымыздың өмірін таныстыру, көрсету. Күтілетін нәтиже осы бағдарламада ең бірінші қазақтың ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының білімдерін толықтыру және ұлт-азаттық көтеріліс туралы деректермен таныстыру, мәліметтерді арқылы айтылым дағдыларын арттыру, көтеріліске қатысқан тұлғалардың кейбір тағдыры туралы түрлі деңгейлердегі тапсырмаларды. Ой, апай деп шатастырмап жүрмеңіздер қазір. Дауыстарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Білім алушылардың өз бетімен ізденуін арттыру, қосымша тарихи әдебиеттерді оқи отырып білімдерін дамыту, ой еңбегімен өз бетімен білім алуға дағдыландыру, Блум таксономиясы жүйесінің тапсырмалары бойынша біледі, түсінеді, қолданады, талдайды, жинақтайды, бағалайды. Жалпы осындай нәтижені алға қойып отырмыз. Жалпы бұл бағдарлама 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім
17 ғасыр менен 18 ғасырдағы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы 19 сағатқа арналған. Екінші бөлім 19 ғасырдағы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы 15 сағатқа арналған. Жалпы қосқанда 34 сағатты қамтиды. Енді қандай тақырыптар қамтылды дейтін болатын болсақ, бірінші бөлімде кіріспе ұлт-азаттық көтерілістер ұғымы 1 сағатқа арналған. Одан кейін 1643 жылдан бастап Орбұлақ шайқасы Жәңгір ханның ерлік ісіне баға беріледі, талқыланады. 2 сағатқа арналған. Жоңғар шапқыншылығына қарсы күрес Тәуке ханның тұлғасына талдау жасалынады. Одан кейінгі Қалмақ қырылған шайқасы, Аңырақай шайқасы, жоңғарларға қарсы күрестегі Абылай ханның рөлі. Одан кейін жоңғарларға қарсы күресте қол бастаған қазақ батырлары, жоңғарларға қарсы күрескен қазақ әйелдері, Пугачев бастаған көтеріліс, Сырым Датұлы бастаған көтеріліс, Тіленші Бекенбайұлының көтерілісі. Одан кейінгі зерттеу жұмысы қамтылады. 17 ғасыр мен 18 ғасырдағы мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. Содан кейін қорытынды бірінші бөлім бойынша осындай бөлім тақырыптар қамтылған. Екінші бөлім бойынша Орта Азия хандықтарына қарсы тентек төре бастаған шаруалар көтерілісі, одан кейінгі 19 ғасырдағы 20-30 жылдардағы Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтеріліс, Саржан Сұлтан бастаған көтеріліс, Исатай мен Махамбет бастаған көтеріліс Бөкей ордасындағы, одан кейінгі Кеңесі Ара Қасымұлы бастаған көтеріліс, жалпы бүкіл қазақ жерін қамтыған көтеріліс. Одан кейінгі келесі Есет Көтібарұлы бастаған көтеріліс, кіші жүздегі қазақтардың көтерілісі, Жанқожа Батыр бастаған сыр бойындағы көтеріліс, Әулиеата маңындағы көтеріліс, Орал мен Торғайдағы көтерілістер, Маңғыстау көтерілісі. Болады. Мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. Ең соңында қорытынды. Жалпы осындай бөлімдерден тұрады. Әріптестер, енді сұрақтарыңызды соңынан қоярсыздар. Қазір мен келесі сөзді өзімнің әріптестеріме беремін. Келесі бағдарламаны көріп таныссаңыздар болады. Сол бағдарламалар арқылы өздеріңіздің әріптестеріңізге мынандай бағдарламалар шығып жатыр деп таныстыруға, айтуға болады. Келесі сөзді Атабайға берейін. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, құрметті әріптестер? Мен 177 мектеп гимназияның биология пәнінің мұғалімі Салтанат Шакенқызы боламын. Менің элективті курс бағдарламаның тақырыбы экологиялық этика. Яғни 10-шы сыныптың оқушыларына арналған аптасынан 1 сағаттан 34 сағаттық элективті. Экологиялық этика элективті курс бағдарламасы негізі бейінді білім беруге негізделген. Бір жағынан бұл курстың мазмұны белгілі бір пәндер бойынша оқушылардың білім мен дағдыларын тереңдетуге және кеңейтуге арналған болса, екінші бірқатар тәрбиелік мәселелерді шешуде маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар білім алушылардың қоғамдағы өмірге әлеуметтік дайындығын қамтамасыз етеді. Бағдарламаның мақсаты білім алушылар адам мен табиғаттың қатар дамуы туралы жетекші идеялар мен стратегиялық тұжырымдамаларды меңгеру, ғылыми білімді игеру арқылы айналадағы табиғи ортамен қарым-қатынастағы мінез-құлық нормалары мен ерекшеліктер туралы білімдерін дамыту. Міндеттері бағдарламаның жеке тұлғаны адам және қоршаған орта жүйесін түсінуге және шешуге, және оны шешуге дайындау. Экологиялық білімдер арқылы табиғатқа қамқорлық жасау арқылы экологиялық этика ұғымын қалыптастыру. Білім алушылардың жалпы жаратылыстану ғылымындағы экология саласы туралы түсініктерін кеңейтіп, білім білік дағдыларын жетілдіру. Еңбексүйгіштікке, ұқыптылыққа, материалдық және рухани құндылықтарды құрметтеуге, сонымен бірге қатар экологиялық проблемаларға немқұрайлықпен қарамауға тәрбиелеу. Енді сонымен бірге тағы өзектігімді айтып кетейін. Бұл курс бағдарламасы
қазіргі экологиялық проблемалар, соның ішінде табиғаттың ластануы, климаттың өзгеруі және табиғатты аман сақтау туралы мәселелерді этикалық тұрғыдан қарауды үйретеді. Экологиялық этика туралы антропоцентрлік, экоцентрлік немесе биоцентрлік идеялар арасындағы айырмашылықтарды ажыратып, қоршаған ортаға байланысты ішкі және құралдық құндылық арасындағы өзгешеліктерді түсіндіреді. Жалпы бұл курс экологиялық мәселелер мен адам және табиғат құндылықтары туралы білімдерін тереңдетеді. Енді бұл бағдарламада тұрақтылау бөліміне келетін болсақ, яғни мазмұндық бөлімде 3 бөлімнен тұрады. Бұның бірінші бөлімі 10 сағатқа, екінші бөлімі 21 сағатқа, үшінші бөлім 3 сағаттан тұрады. Бұл жердегі бірінші бөліміне келетін болсақ, бірінші бөлімі экологиялық этика дегеніміз не? Яғни экологиялық этика бұл адам мен табиғаттың арасындағы қарым-қатынасты моральдық және адамгершілік тұрғысынан қарастыратын философиялық бағыт. Яғни экологиялыққа табиғатты қорғау, оны сақтау және оның ресурстарын ұтымды пайдалану кезінде адамгершілік ұстанымдар мен жауапкершіліктерді басшылыққа алу. Бұл бөлімде қарастырылатын бірнеше тақырыптар, яғни кіріспеде экологиялық этика тұжырымдамасының пайда болуы, заманауи экологиялық этиканың қалыптасуының алғышарттары беріледі, экологиялық этиканың даму кезеңдері, экологиялық этиканың артықшылықтары, адам санасындағы жаһандық және өңірлік проблемалар беріледі. Келесі бөліміне тоқталатын болсақ, бұл екінші бөлімі табиғатқа этикалық қағидаттары дейді. Қатынастың қағидаттары. Бұл бөлімде, екінші бөлімде қарастырылатын тақырыптар экологиялық этиканың негізгі қағидаттары, барлық тіршілік иелерін құрметтеу қағидаттары, биологиялық алуан түрлілік қағидаттары, сондай-ақ хайуанаттар бағындағы топ серуен, бас ботаникалық баққа немесе дендросайрақтарға топ серуендер қарастырылады. Және хайуанаттар бағында жануарларды ұстау, биологиялық алуан түрлілікті сақтау шаралары және биосфераның тұрақтылығын қолдау қағидаттары қарастырылады. Үшінші бөлімі бұл енді қорытынды. Әрине бұл жерде оқушылардың зерттеу жұмыстарының қорытындысы, бұл жерде өздерінің жұмыстар нәтижелерін ұсыну, бұл жерде барлық жаңағы алған білімдерінен презентацияларды, жобаларды, фильмдерді, жинақталған ақпараттарды және тағы басқаларын жасайды. Енді келесі тағы бөліміне тоқталып кетейін. Ақпараттық әдістемелік бөлімі. Бұл жерде оқытудың әдістерімен ұйымдастырушылық формалармен таныстырып кетейін. Бірінші, оқытудың әртүрлі әдіс тәсілдерін пайдалану арқылы оқушылардың жас ерекшеліктері мен сабақ мазмұнын ескере отырып, оқу тәрбие үдерісін ұтымды, сатылай, бірізді түрде ұйымдастыру. Екінші, оқушының таным белсенділігіне қарай әңгімелеу, баяндау, лекция, семинар, тренинг, түсіндірмелік және иллюстрациялық, репродуктивтік, проблемалық мазмұндау, шығармашылық зерттеу, практикалық әдіс тәсілдерді орынды пайдалану. Үшінші, бұл жердегі оқыту тәрбиесін үнемі кіріктіре, дамыта, жаңа технологияны пайдалана отырып жүргізу, зерттеу әдісін басқа ішінара іздеу, проблемалық презентацияны ал кейбір жағдайларда ақпараттық иллюстрациялық әдістерді қолданады. Білім алушылардың білім білік дағдыларына қойылатын талаптар. Бұл жерде адам, қоғам, табиғат арасында гармониялық байланыстарды реттеу керек. Білім алушылардың жұмыс істеу қабілетін логикалық ойлау өрісін дамыту, экологиялық және табиғат заңдылықтарын жетілдіру және қысқаша көп формулалар ма? Мынаған қой оны араластырмай. Өтініш. Адам организмі қоршаған ортаның өзара байланысын білу. Жалпы оқушылардың бұл білім білік дағдыларын бағалауда білім алушылардың оқу нәтижелері алдын ала ұсынылған критерийлер бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына сай оқушылардың шынайы жеткен нәтижелерінің сатылары белгіленеді. Оқушылардың білімі, іскерлігі, дағдылары, шығармашылық қабілеттері Блум таксономиясы бойынша құралған нақты критерийлермен анықталып, рейтингтік жүйеде бағаланады. Бұл жердегі білім алушылардың бағалау критериялары нәтижеге жету үшін тақырып мазмұнын түсінуі, критерийлерді білу арқылы тапсырмалардың орындалу деңгейі, тапсырмалардың орындау барысында критерийлер арқылы қате жібермеуі және нақты білімі бойынша өз ойларын еркін жеткізе білуі. Сонымен бірге тағы да сын тұрғысынан ойлау бойынша қарастырылады. Енді сын тұрғысынан ойлау деңгейлері қарастырылады. Келесі
сөзді мен әріптесіме осымен мен аяқтаймын. Биологиядағы элективті курсымның, яғни экологиялық этика тақырыбын келесі сөзді жалғастыруға география пәні мұғаліміне беремін. Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Жүз жетпіс жетінші мектеп гимназиясының география пәні мұғалімі Райымбекова Керемет Аппазовна. Яғни бүгінгі элективті курс бағдарламаның тақырыбы географиялық картамен жұмыс арқылы ғылыми танымдық дағды қалыптастыру 8-ші сынып оқушыларына арналған. Негізгі бүгінгі кешіріңіздер, дауыс. Яғни картография дағдыларды дамыту, карталарды пәннің міндеттеріне келетін болсақ, картография дағдыларды дамыту, карталарды оқу, түсіну, және оларды қолдана білу, масштаб, яғни масштабпен жұмыс жасау, шартты белгілерін, яғни географиялық координаталармен жұмыс істеу, ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыру, карталарды пайдалана отырып, зерттеу жүргізу, мәліметтерді талдау, географиялық мәселелерді шешуде картаға сүйене алу. Оқушылардың картамен жұмыс істеуге үйрету, оларды географиялық және ғылыми сауаттылығын арттырады, карталарды талдайды, оқушылар өз ойларын жинақтап, деректерді салыстыруға және географиялық ғылыми деректерді сын тұрғысынан бағалауға үйренеді. Жұмыстың негізгі ғылыми әдістеме деңгейіне келетін болсақ, бұл жерде ғылыми негіздеме қарастырылған, оқыту әдістері және пәнаралық байланыстар, оқыту құралдары және бағалау мониторингісін байқауға болады екен. Сонымен қатар мазмұны, яғни курс ғылыми танымдық қабілеттердің дамуы, ақпаратты талдау және шешім қабылдау дағдылары қалыптасады. Қатар кеңістік және логикалық ойлау қабілетінің дамуы, коммуникативті дағдылардың нығаюы, шығармашылық және ізденушілік қабілеттердің дамуы, практикалық дағдылардың қалыптасуы және экологиялық жауапкершілікті, яғни күтуге болады екен. Негізі күтілетін нәтижелер осы болып саналады. Енді негізгі қорытындыға келетін болсақ, бұл жердегі қорытындыға келетін болсақ, картаны оқуға, картамен жұмыс жасауға дағдыланады оқушылар, деректер жинақтай алады, дағдылар қалыптасады, өмірде картаны қолдана алады және жасанды интеллектпен жұмыс жасауды үйренеді. Сонымен қатар оқушылар түрлі карталармен, яғни оның ішінде физикалық, саяси, экономикалық, климаттық карта және тақырыптық карталармен жұмыс істеу арқылы ақпарат жинайды, салыстыра алады, қорытындылау және шешім қабылдау дағдыларын меңгереді. Картографиялық мәліметтерді талдау кезінде оқушылар әртүрлі деректерді салыстырып, олардың арасындағы байланыстарды анықтап, яғни сыни қабілеттерін дамытуға үлесін тигізеді. Сонымен қатар